Assalamu алейкум, құрметті көрермендер, каналым жазушылары. Назарларыңызға сиыр союды көрсететін боламын. Бізде күздік басталды. Міне, осылайынан терісін іреп алып, терісін тоқтырып аламыз. Темір арқылы іліп қоямыз, өйткені жер лай, үсті кір болады. Және де союға да ыңғайлы. Осылай шабынан бастап шек-қарын түсіріп аламыз. Кеңірдегі өңешін босатып қоямыз. Шек-қарын жерге саласына салып, соның үстіне түсіреміз. Өкпе бауыр барлығын алып тастап, сонымен еттерді, бөлшектерді бастаймыз. Көк етін кесіп аламыз, төске дейін. Сосын қарынды ыңғайлап түсіреміз төмен қарай. Шек-қарын түсірген кезде пышақпен абай болу керек. Қарынға немесе шекке тиіп кетсе, былғап жібереді еттің бәрін. Міне бауырды алып тастаймыз. Бауырдың өтін бөлек алып тастау керек. Етке тиіп кетсе, ол да ашық қылып жібереді етті. Пышақты жиегіне салып байқап кесу керек. Міне өтін алып тастаймыз бөлек. Осылайынан видеоны асықпай қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Сосын тәжірибе бойынша істеп көрсеңіздер, үйреніп аласыздар. Міне, ар жақтан өңешті тартып алу керек. Сіздерге бір лайфхак. Егерде қолдарыңызға шүберек қолғап киіп тартатын болсаңыздар өңешті, сол кезде жыртылмай оңай тартылады. Және де қолдан сусып шығып кетпейтін болады. Міне, өкпе, бауыр, жүрек барлығын алып шығамыз. Осы жерден жүректің клапандарын кесіп, өкпенің астын тіліп, қанын ағызып, содан кейін қабырғаларын екі-екіден бөліп аламыз. Төскейден алып, сосын төсті бөлек алатын боламыз. Қабырғаның басын шығарған кезде сындырмай шығарған дұрыс, белдемеден. Әйтпесе қабырғаның басында доңғалақ сүйек жеген кезде ауызға тіске батып кетеді. Канал видеоны толық қарап шықсаңыздар, бір сан, бір қол барлығы қалай бөлінгені көрсетілген. Каналымда басқа видеолар да бар, соларды қарап, жылқы союды, қой союды, бөлшектеу барлығы көрсетілген. Каналға тіркеліп, лайк басып, қалташа контентті қолдап отырыңыздар.
осылайның ар жақ екінші бет қабырғасын да алып алып, сонымен бөліп, столды үстіне апарып ары қарай жіліктейтін боламыз. Сиырдың қабырғасы осылайынан екі бөлініп алынады да, сонымен балтамен шабу арқылы екіге, қаласаңыздар үшке бөліп аласыздар, кастрөлге сиятындай алып. Алып болдық, енді белдемеден бөліп алып кетеміз. Мұның артта көтеншегін бөлек шығарып алу керек. Мұны алдыңғы қолда без болады, оны міндетті түрде алу керек. Бірақ безді аламыз деп бүкіл майын да алып кетуге болмайды. Бір жерінде сәрінде сондай береді ме? Бесмен бе? Мен алдың қолда бұзамыз, бұлшықетін бөлек алып аламыз. Сиырда тура қой сияқты бөлінеді, тек қана сүйектерін шабамыз. Сүйекке жеткізіп отырып, қолдың етін алып аламыз да, оны кесіп тастаймыз. Сосын ортан жақтарын тіліп, тұзсын етіне қып қоямыз. Енді буын тауып жілікті бөлеміз. Жілікті екіге шабылады. Түйті жілік қана шабылмайды ортаңғысы. Етті тілсеңіздер, тұздауға да піскенге де жақсы. Жоқ жоқ екен. Кішкентай болсын. Алғанда мынандай шабуға тастады, екіге шабамыз. Мұның жауырыннан теміршілікті бөліп аламыз. Безін шардың ба? Безін шардың ба? Безін? Бардық. Көрді ғой камера? Тоқпай жайыстап тұрмасаң, көрді камера? Мен осында түйір еттерін бәрін бұлшық еттерді тілу керек. Шабылмайды, осылайынан тасталынады. Жауырында пышақпен көрсетіп қояды, қай жерін шабу керек екенін. Солайынан шабылады 4 бөлікке. Енді төсті шығарып аламыз. Төсті де балтамен керегенше бөліп шабады. Конечно. Төстің қабырғаның шетімен төстің екі ортада шеміршек болады. Сол жерге пышақ салсаңыздар өзі кесіле береді.
Нормально. Ну, олар да горячий. Мына жерде сіздерге екінші артқы бөлігін Крови. көрсететін боламыз. Дегенмен, ол в крови бар екен деп адам өлтіріп тастауға болмайды ма? Шабын екі айырып Сүзбесуге деген сияқты. бөліп алдық. Оны осындайдан құйрығын да ұзын қылып шығарып Сабырмен. Олар да жамбас. Дагестандықтардан олар да секта бар. Рамзандарын бүйтіп группа тұрып билеп атады ғой. Олар нелері бар, зікірлер олар. По-моему, шиитского толка ма, сондай ғой. Суфизм. Несі? Суфизм, сопы. Суфизм и то жаңағыдай шиитского толка ма, сондай ғой. Сопылықта ондай бар ма не? Олар кім кетіп қалған ғой? Оларда да бөлінеді ғой? Кімдерді? Ахмет, Қожахмет Яссауи, кейін мысалы Абаев, кімдер, Шәкәрім, оларда сопы болды ғой? Етімен бірге Олар ондай саман жоқ. Олар жамбасқа современный болады. сопы. Ұмытпаңыздар. Құдайға жақын болады деп айтты ғой. Омар Жәлел айтты. Есімен ұзын темір болады. Биік Құдайға жақындастырады деп. Көрдің бе соны? Мына жамбаста үшке До шығарылады. конца көрген жоқпын. Сеніп жүрген омарымыз бар. Бір тойда ма, бірдеңеде биледі ма, не істеді? Екі жүз биледі. Шынды билейді ғой деймін өзі. Қазақстанның билігі ешкім бүйтіп жіберді. Ауып қалды Ол біз айтты ғана қазақтың төл видео ішсек деп қазақтың бишісі екен ғой деп. Сондай ақ қойды ғана Мына екінші жамбас. оңтүстікке барған сайлады ғой. Мына жерден безін алып тастайды. Қазақтың бас бидесі. Алла адамды адастырам десе бар ғой. Алла адамды адастырам десе бар ғой. Мынау артқы санды бөлеміз. Ортасында бездің жалғасы бар. Тамырымен бірге үлкен безі болады. Жоқ, аңға шыққанда жақсы құсататындағы. Любой аңға жақсы ғой. Не обязательно құсатынға. Көздегенде И қараған вообще- жаңа бір қарай. Көз алдымыздағы қандай сәттерге Вообще, атуға не обязательно. Атпай-ақ. жақсы камера алсаң ше, қазақ тағыларын несін өнерін Таңғышылықты тобығымен бірге тобығынан бөліп артында жанында Тақатпайды, бір жігіт бар ғой. бөлек алып шығамыз да. Беліне байлап қойды ғой, иттің. Сүйектердің өзін Төбесіне салып қойды тазын. етімен екіге шығарамыз. Бірде жүгіріп жүреді. селфилеп тұрса көрінбейтін шығар. Қарасаңыздар өзінің еттерінің бұлшықеттердің бөлінетін жерлері бар. Соның арасынан пышақ салып жатсаңыз өзі тез кетеді. Стабилизация бар ғой. Жүгіріп бара жатқан кезде ол ровно көрсетті. Дронмен жақсы. Дрон екеуінде. түсіре алмайсың. Қандай камера тақсаң да көрсете алмайсыңдар. Жетіп алып талап атқаның болмаса. Жіліктің бөлген кезде тура екеуінің буынның арасына салып көріп пышақты сүйекке салсаңыз пышағыңыз өтпей қалады. Сөнбесе не болады?
тут радиодан оқып келуге желание болмай тұр. Мен еще мотоцикл керек. Вагон бар. Атасы бір тастатырады. Вагонға тасташты. Я оны көтеруді айтайын. Вагон ішінде. Халдың киініп алып. Зачем вагон? Вагон не то, что мотоцикл, вы знаете, не знаю, на вагон. Ерекше ауыр ел. Ауыр. Сүйрет. Итеріп те жүре алмайсың ғой көп. Юпитерден ауыр емес. Юпитер ыңғайлы, кішкене төмендеші итеруге. Биге қолданып қаламыз. Мына сометтерді Алар итергенде пышақпен бірге сақ қойып жүре бересің. суға да бұзауға да Қытайлар ше. киім Жанында жүре бересің ғой тер. Юпитерде олай емес қой, бірге сақ қойсаң. Жүгіресің. Жүгіресің дейді. Скоростал зайттаған кезде де. Мейірімді болу керек қой, намаз оқитын адамдар. Жаңағындай бір сөз айтсаң шүттір көріп төбелес сөз айтып тұратын оның несі мұсылман шығар. Ондай отчаянный барады ғой көргенде түсінікті болмасын деп Біреуге ұрып ситуацияны айтып сөйлеп жатса деге жоқ, жай келмес. сабыр деп отыра берген сабыр. Жоқ, ондай емес. Ондай сабыр емес. ең басты ортан жілікке Любом случае қыдырмай. Сақалдылардың көбісі мен байқаймын. Бәрі агрессивный болды. Отчаянно агрессивный олардың бәрі. Пойызда біреуін неғандай кестірін. Көп қой енді. Өте көп қой. Олар сектанттар. Енді Олар біздің мысалы дәстүрлі исламды мойындамайды олар. мойындамайды вот именно. Ата-бабаның өзінің туған әке-шешесін кәпір деп отырады олар. Намаз оқымаса ол кәпір. Енді оның несін қорғайсың оның сол үшін. Олардың өзі мұсылманбыз үшін. Жоқ енді намаз оқитындар деген болып кетеді ғой бәрі. Бөліп айту керек еді да. Мен борадалар дедім сразу. Борадалар это есть. Жоқ, не қою? Сақал қою сүннет қой. Олар просто көрінішті көрсетіп тастады да. Сақалды, дінді де. Неге сақалдар кішкене әдемілемей деген еді? Адам енді өзінің кішкене түріне құнына қарап нету керек қой кішкене. Плотно өсті екен бір әдемілі. 15 тал. Аяға тал. Ағаштарға білген.